Бойдақтарға қандай бағдарлама бар? Аға дейді бойдақтар, Асылбек қызы, қызсыз ба сіз? Бойдақ қыз, басы бос қыз, байға тию деген бағдарлама бар. Бірақ байға тигенде де жақсы бай табу керек. Ана бір жігітті көрдім деп желпілдеп байға тиіп кетудің қажеті жоқ. Ондай бағдарлама дұрыс емес. Ондай бағдарлама ұзаққа бармайды. Ал егерде қазақтың сөзі бар, тең теңімен, тезек қабымен деген бағдарламамен байға тиетін болсаңыз, бақытыңыз баянды болады. Бойдақтардың барлығы, басы бос қыздардың бәрі байға кету керек. Сөйтіп, күйеуіңізбен қосыласыз, баспанаға бағыт аласыздар, декретке миллионмен шығасыздар, үйде отырып балаларыңызбен кәсіп бастайсыздар, күйеуіңізге қолдау білдіресіздер, сөйтіп мінеки үй алуға ақша жинап әрекет етесіздер. Менің де үйленгеніме 7 жыл болды. Үйленген кезде ешкім менің ата-анамда, менің ата-енемде ешқандай бізге үйді де баспананы жасап берген жоқ. Біз осы уақытқа дейін жеткен жетістігімізді әйелім екеуміз өзіміз жасаған адамыз. Әуелі Алла, одан кейін өзіміздің табанды еңбегіміз. Сондықтан да басы бос қыздар, дені дұрыс байға шығыңдар.